5 маусымнан бастап балабақшаларға жолдама беру басталды. Негізінен 2011 жылы кезекке тұрған балалар мектепке дейінгі ұйымдармен қамтылатын болады. Бұл туралы бүгін қалалық білім бөлімінің басшысы Ләззат Оразбаева хабарлады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Балабақшаларға жолдаманы бұрынғысынша қалқа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері береді. Олар қаламыздағы металлургтер үйі ғимаратында орналасып, құжаттар қабылдайды. Қалалық білім бөлімінің басшысы Ләззат Оразбаеваның айтуынша, 5 маусым күні алдымен мектеп алды даярлық жасына жеткен балалардың құжаттары рәсімделетін болады. Одан кейінгі күндердің де өз тәртіптері бар. Жалпы 6 маусым күні қаңтар, ақпан айларында кезекте тұрған ата-аналар шақырылады. Сол сияқты 9 мамырдан 20 мамырға дейін жалпы әр күнде бір айдан қойылған, яғни наурыз айынан бастап желтоқсан айына дейін. Ал мүмкіндігі шектеулі балалар мен көп балалы отбасы және әскери қызметкерлердің балалары үшін құжат қабылдау 23 маусымнан басталады. Бірақ балабақшаға жолдама тек 3 жасқа толған балаларға ғана берілмек. Сөйтіп, биыл 4000-ға жуық бүлдіршін мектепке дейінгі ұйымдармен қамтылатын болады. Ол үшін жыл соңына дейін пайдалануға берілетін білім мекемелерінің жанынан тағы да шағын орталықтар ашылатын болады. Жаңадан салынып жатқан мектепке дейінгі ұйымдар жөнінде айтатын болсақ, Авиагородок ауданында 320 орындық мектепке дейінгі ұйым салынып жатыр. Ол желтоқсан айына шейін беріледі деп жоспарланып отыр. Сол сияқты биылғы жылы берілетін жаңа мектептер 600 орындық 12 мөлтек ауданындағы мектеп, сол сияқты Заречный 3 ауданындағы 1000 орындық мектеп беріліп, осы мектептердің ішінен шағын орталықтар ашылады. Бұл шағын орталықтардың ерекшелігі соңғы уақытта барлық жаңадан ашылған мектептердің ішіндегі шағын орталықтар толық күн болып есептеледі. Бүгінде қала бойынша 44 мемлекет меншігіндегі және 19 шағын балабақшалар бар. Бұған қоса жеке меншіктегі мектепке дейінгі ұйымдардың қатары да көбейіп келеді. Ал биыл облыс орталығындағы балабақшалардан 4000-ға жуық бүлдіршін мектепке бармақ. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.